Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Камила Талғатқызы, және мен Instagramда және YouTubeда блогермін. Мен ағылшын тілі, өзін-өзі дамыту, шетелде оқу туралы айтамын. Көп кездерде мен қазір Будапештте бұл видеоны сізге түсіріп жатырмын. Бүгінгі видео басқа видеолардан кішкене өзгеше. Бүгін біз медитацияны қалай жасайтынын айтамыз. Иә, сіз күткен видео. Мен медитация жасап жүргеніме бірнеше жыл болды. Және өзімнің неге медитацияны жасайтын, және медитацияны қалай жасау кереккен сізге кішкене түсіндіріп кетейін деп шештім бүгін. Көп кездерде ең бірінші медитация жайлы миф, ол медитация бір дін, немесе намаз сияқты деп кейбір адамдар ойлайды. Сен қосып жатсың, немесе басқа бір буддистің діндерін алып жатсың деген сияқты көп медитация туралы сөз қозғану мүмкін. Әрине, әр адамның ол туралы ойы өзгеше, бірақ медитация ол дінге түк қатысы жоқ. Мен үшін, және сізге де тура солай болуы мүмкін. Медитация дегеніміз не? Мен сізге соны айтып кетейін. Медитация деген не? Медитация деген бұл жеке адамның зейінін ашуға, санасын үйретуге, ақыл ойын айқын және эмоционалды сабырлықты алып келетін ол практика. Сонда медитацияны сіз бір ойға, немесе іс-әрекетке, немесе бір затқа зейін қою арқылы жасасаңыз болады. Таңертеңде медитация деген медитациямды көрген болатын шығарсыз. Ол медитацияда мен өзімнің даусыммен 10 минут бойы сізге таңға жақсы позитивті ой және таңға дайындық ретінде өзімнің даусыммен сізге көмектесіп тұрмын. Сонда сіз ол медитацияда дауысқа қарайсыз, біреудің даусына қарап зейініңізді қоясыз. Бұндай түрлері медитацияны өте көп. Мысалы, YouTube-та ашсаңыз, медитация жасаңыз, көп кездерде медитацияны бір адамдар айтып тұрады. Мысалы, айтады, терең демалыңыз, немесе көзіңізді жұмыңыз деп. Міне осындай түрін медитацияның ол біреудің сөзіне, немесе бір музыкаға қарап өзіңіздің зейініңізді қойып, фокусироваться ету дейді ғой. Фокуста болды соған қарап. Басқа түрі медитацияның ол бір ойды ұстап тұру. Ой дегеніміз сіз өзіңізде бір ой болуы мүмкін. Мысалы, бүгінгі ой ол мен махаббатқа толымын. Сонда бөлмеде менде адамдар жоқ. Мен және бұл бөлмені өзіме ыңғайлы қылдырып, қазір ол туралы айтып кетеміз. Бірақ енді сонда адамдар жоқ бөлмеге келесіз, өзіңізге ыңғайлы орында отырасыз та, және бір ойды ұстап отырасыз. Мен махаббатқа толымын деп. Сосын демаласыз. Болды, осы ғана. Сонда сіз зейініңізді бір ойға қою. Бұл нені үйретеді? Сізге сабырлықты, эмоционалды сабырлықты үйретеді. Және медитацияның зерттеулері бойынша адамдардың депрессиясын және мазасыздығын төмендететінін дәлелдеген. Сонда сіз көп кезде түнде ұйықтай алмай жатсаңыз, мазасызданып ойлардан, немесе күнімен мазасыз, телефонда тым көп, бірандай мазасыз өмір сүріп жатсаңыз, қазіргі уақытта медитация ол мүмкін сізге көмек беруі мүмкін. Ең бастысы медитация жақсы позитивті оймен келу. Келесі медитацияның түрі ол бір затқа фокуста болу. Мысалы, мынау менің лаванда майым. Мен бұны көп кезде иіскеуге қолданамын, өйткені лаванда мазасыздықтан көмектеседі және тынышталдырады лаванданың иісі. Сол үшін мен мысалы мына лаванданы қойып қоямын. Ол кез келген нәрсе болуы, бір нәрсенің суреті болуы мүмкін, немесе карточка, немесе кез келген нәрсеге, затқа. Сіз өзіңіз көзіңізбен қарап отыру керексіз. Сонда көзіңізді жұмып емес, көзіңізді ашып, осы затқа қарап, сонда бірақ зат деген сіздің бойыңызда тұру керек. Сонда менде қазір ондай нәрсе жоқ енді, бірақ өйткені мен бұндай медитацияның түрін онша жасамаймын. Соңғы рет өзім досыммен бірге медитировать еткем. Ол кезде біз бір суретке қарап отырған болатынбыз. Бір түрлі түсті суретке, өте әдемі болған. Соны қойып қоядыз да, осылай қойып қойдық. Және 10-15 минут бойы тек қана сол затқа қарап отырасыз. Бір ойлар келіп жатса сізге, ол ойларды ойламайсыз. Әрине ойлды ойламау деп айта салу оңай. Біз деген адамбыз ғой, бізде әр секунд сайын миллиондаған ойлар келіп тұрады. Медитация соған көмектеседі. Егер сізде тым көп ой болса, сіз деген әр нәрсе туралы қобалжып, мазасызданып жүрсеңіз, медитация керемет нәрсе. Сонда сіз деген 15-20 минут бойы тек қана бір затқа қарап отырсаңыз, әрине ойыңыз тынышталады.
үйдегі проблемалар, немесе сіздің өзіңізді жек көруіңіз, немесе басқа біреулерді жек көру, реніш, сосын жылау, қорқыныш, барлық ойлар кетіп қалады. Өйткені сіз бір затқа фокуста тұрсыз, немесе біреудің сөзінде фокуста, немесе бір ойда фокуста тұрсыз. Тағы бір медитацияның түрі ол музыкалық медитация, немесе әндеу медитациясы. Мен бүгін таңертең ғана сондай медитацияны жасадым. Шынымды айтсам, бірінші рет жасап тұрдым музыкалық медитация, өйткені оған дейін мен затқа медитация жасағам, ойға және біреудің даусына, мысалы терең демал, көзіңді жұм, өзіңді жақсы көр деген сияқты сөздерді тыңдап отыратынмын. Енді бірінші рет әндеге медитация жасадым, және оның да маған керемет әсері келді, өйткені ол кісі ютубта музыкамен ойнап жатты, бір аспаптармен, және мен 30 минут бойы жай ғана сол аспаптарды тыңдап, көзімді жұмып, басқа ой келсе, ойларды ойламай, тек аспапқа тыңдап отырдым. Және кей кездерде ол сөздер айтты, мысалы, махаббатқа толы бол, сен өзіңді жақсы көресің деген әртүрлі сөздер. Сіз өзіңізге ұнайтын медитацияны әрине ютубтан тауып алсаңыз болады. Қазір өте көп махаббат, өзіңіздің махаббатқа толы медитация, денсаулыққа медитация, мазасыздықтан медитация, депрессиядан медитация. Қазір медитация көп кезде қолданылады. Медитацияның шын мәнінде көмегі ең көп келеді, сіз егер оны күнделікті жасасаңыз, немесе 3 рет, 4 рет аптасына жасап тұрсаңыз. Әрине бұлар көп қалу мүмкінсіз. Неге мен 3 рет, 4 рет немесе күнде медитация жасау керекпін деп, иә? Бірақ егер басқаша ойласаңыз, мысалы медитацияны өзіңізге бөлінген уақыт деп ойласаңыз, онда сіздің ол туралы ойыңыз өзгеріп кетеді 180%-ға. Сонда медитация дегенне жай ғана өзіңізбен бөлек бөлмеде тыныштықта отыруыңыз 30 минут бойы. Сіз сондай отыра аласыз ба? Өзіңізде сабырлық бар ма? Телефонға бөлініп кетпей, басқа адамдарға, ойларға бөлініп кетпей. Егер жоқ болса, онда сізге медитация керек. Сіз деген үйрену керексіз өзіңізбен өзіңіз болуға, және өзіңіздің ойларыңызды тыңдап отыруға, және оларға алаңдап кетпеуге. Әрине ойлар келеді. Маған да мен медитация жасағанда миллион ой келеді, бірақ бұл ойлар өтіп кете береді. Мен ойлаймын, мен бұл ойда қазір ойламаймын деймін, отырамын тыныш, өлеңді тыңдап, немесе сөздерді тыңдап. Түсінікті ма? Болып кеттім, және ауа райы жаман болып бара жатыр, күз келе жатыр, ал күз болған кезде менде кішкене бір меланхолия сияқты бір нәрсе басталады, кішкене көңілсіздік басталып кетеді. Сол үшін мен өзіме күнде медитация жасауды қолға алайын деп жатырмын. Сол үшін төсегімді кішкене сыртқа бүйтіп тартып, мына жаққа йога матрасымды қойып дайындап жүрмін өзіме. Сонда күнде йога матрасты көрген кезде ойлаймын, Камила, медитацияның уақыты бүгін жасау керек деп ше. Өзіңізге сөйтіп қойып қойсаңыз болады бір бөлмені. Әрине, өзіңіздің бөлмеңіз жоқ болуы мүмкін, немесе сіз күнде туысқандарыңызбен тұрасыз, адамдармен. Онда күнде бір уақытта адамдар жоқ кезде тауып алсаңыз болады. Мысалы, таңертең сағат таңғы 5-те оянып медитация жасап, мүмкін сіз намаз оқисыз, намаздан кейін медитация жасап, сөйтіп өзіңізге уақыт табу керексіз ғой, былай айтқанша. Сонымен мен медитация және не істегенді жақсы көремін. Медитация жасаған кезде өзімнің компьютерімнен, ноутбугымнан медитацияны қосамын. Немесе затқа медитация, немесе ойға медитация, бірақ көп кезде мен ютубтан медитация қараймын. Одан кейін мен бүгіннен бастап, күнде емес, бүгіннен бастап, өйткені менде зажигалка болған жоқ, менде даже спичка болған жоқ, бүгін сатып алдым. Специально осы нәрсеге мен свечаны қосам. Свечаны қалай ататынын білмеймін, қазақша енді свеча десем түсінетін шығар адамдар. Мынау бұл иісі бар. Сонда маған жақсы иіс келіп тұрады өзіме иіс келген кезде. Соны қосасыз да, соны қосып қойасыз да, осыны иіскеп отырасыз, музыка келіп жатады, сосын деген тыныштық, комнатада, бөлмеде өзіңіз жалғызсыз, әрине сіз бақытқа толып отырасыз да, солай ойлайсыз, мен кереметпін, өмірім жақсы, бүгін күнім керемет өтеді, мен адамдарды жақсы көремін, мен әлемге бақыт алып келемін, маған әлем бақыт алып келеді, мен сәтті адаммын, маған ақшам көп келеді, мен әрдайым керемет мүмкіндіктерге толымын деп айтып отырасыз. Одан біткеннен кейін өшірді ұмытып кетпеңіз. Әпсе деген өшу керек. Келесі
иісі кетіп қалған. Благоухание дейді ғой. Бұл андай иісті нелер, таяқтар дей ма? Иісті таяқтар деп атаймын мен енді өзім қазақша. Бұны қосасыз, мен қазір қосқым келмейді, өйткені маған мынаның иісі ұнамай қалады, опиум деген иісі еді. Медитацияны қостым, бірақ YouTube'дағы медитацияның дауысы ұнамай кетеді, адамның бір жынданып тұрамын ғой. Қойшы, мен медитация не істеймін, мен лучше барып кітап оқиыншы, мен өзімнің уақытымды продуктивно қолданайыншы деймін да. Бірақ өзімізге алдамай қойық. Басқаларды алдасақ та өзімізге алдамай қойық, өзімізді алдамайық достар. Бұл 30 минутты сіз деген Инстаграмда жоғалтасыз ғой, немесе YouTube видеода. Одан гөрі өзіңізге арнаңыз осы 30 минутты, өзіңіздің ойыңызға. Медитацияның көмегі ол сіз өзіңізді түсіну. Осы музыка болып жатқан кезде, сөздерді естіп жатқан кезде мен әдемімін, мен өзімді жақсы көремін, маған бақыт келеді, мен кереметпін деген сөздер естіп жатқан кезде сіз эмоциялар болады өзіңізде, бойыңызда. Мысалы, мен кейбір кезде өзіме жынданып тұрсам, немесе реніш болып тұрса, ішімде осындай сөз келген кезде, мен бақытқа лайықтымын деген сөз келген кезде мен жылап жіберемін, шынымды айтсам. Өйткені мен ойлаймын, шынымен де мен бақытқа лайықтым ғой, не болып жатыр өмірімде, не үшін бұлай қиналып кеттім деп осылай жылап қоямын кейбір өзіммен. Мен сияқты эмоционалды қыз болсаңыз, керемет бұл мүмкіндік эмоцияңызды шығаруға және позитивті настрой қоюға өзіңізге. Өйткені кейбір кезде өмірде барлық нәрсе былығып кетеді да, қайта бір нәрсе болмай қалады, немесе свет өшіп қалады, достарымен ұрысып қаласыз, тағы бір нәрсе. Сол кезде кішкене позитив кіргізу керек өміріңізге. Ал позитивті тек қана жақсы ойлармен. Медитацияда ешқандай YouTube'дағы медитация мен әлі көрмедім, негативті олмен медитацияны. Медитация жасаған кезде түзу отыруға тырысыңыз, ұйықта қалмаңыз. Ұйықтауға сіз күнде 8-9 сағат кетіп жатыр медитация сызақта. Сол үшін бұл жақта ұйықтамаңыз, отырыңыз. Әдемі киім киіп алып, таза жерде отырсаңыз, өзіңіздің көңіліңіз көтеріліп кетеді. Таза жерде денеңізді тік ұстап, медитацияны бастайсыз. Кез келген медитацияға солай бастайсыз ғой. Көзіңізді жұмсаңыз жақсырақ болады. Және ең бастысы ол тыныштықта отырып, телефонды өшіріп қойыңыз 30 минутқа. Телефонға қарамаңыз, түкке қарамаңыз. Бірінші рет медитация бастасаңыз, әрине сіз шаршап кетуіңіз мүмкін. 2 минут ана қыз сөйлеп жатады YouTube'дағы, сіз ойлайсыз, мен шаршап кеттім, не сөйлеп жатыр, маған қызық емес, мен кеттім дейсіз, тұрып кетіп қаласыз. Жарайды. Бір рет тұрып кетіп қалдыңыз, жарайды, бірақ қайтып келуге тырысыңыз. Басқа қызды қосып қойыңыз, немесе музыка қосып қойыңыз да, жарайды, мен ешкімді тыңдағым келмей тұрса да, өзімді музыканы тыңдап, өзім отыра тұрайын деп. Өзіңізге ұнаған классикалық музыка. Даңғырлаған бір музыка емес, классикалық, позитивті нотадағы музыка. Позитивті нота дегеніміз, қазір бір диапазон бар, 426 ма, сондай мен жазып қоямын YouTube-ның видеоның астына. Сол диапазондағы музыканы қоссаңыз болады. Феррагама frequency дей ма, сондай ғой деймін аты қазір. Соны да қосып қоямын, соны қосып қойсаңыз болады. Содан кейін өзіңіз денеңізді тік ұстап, 15-20 минут бойы, енді бірінші рет бастап тұрсаңыз 5 минут жарайды болады. Бірақ одан кейін көбейтуге тырысыңыз, өйткені 5 минут өте аз уақыт. Егер сіз 5-10 минут тыныш отыра алмасаңыз, өзіңізбен өзіңіз ойыңызбен, онда сізбен басқа адамдар қалай отырады 5-10 минут бойы тыныш? Соны ойлаңыз. Сіз өзіңізді егер жақсы көріп 5-10 минут таппасаңыз, басқа адамдар сізге 5-10 минут таппайды. Сол үшін махаббатты өзіңізден бастаңыз. Және көп адамдар, үлкен кісілер балаларына айтады, отыр, не сабақ оқып отыра алмайсың 5 минут дейді. Бірақ өздері медитация жасап, тыныштықта отыра алмайды 5-10 минут. Жыбырлап, мазасызданып ойлар келеді. Сонда өзімізді үйрету керекпіз ғой, қаншада болсаңыз да, 40-та, 50-де, 20-да, 15-те, мейлі. Тура қазір егер осы видеоны көріп жатсаңыз, онда сізге медитация жасауға осы уақыт келді. Және өзіңізге мен сізге бірнеше тәсілдерін айттым. Өзіңізге ұнаған тәсілді алыңыз. Сізге мүмкін біреудің дауысын естіген ұнайды, мүмкін музыка, мүмкін затқа қарап отқан, мүмкін сізге жай ғана тыныштықта отқан керек шығар. Мүмкін сіз адамдардың дауысынан шаршап кеттіңіз, музыкадан шаршап кеттіңіз. Жай ғана тыныштықта өзіңіз отырыңыз да өзіңіздің деміңізді тыңдаңыз. Демді тыңдау деген өзі не деген керемет. Өзіңіздің денеңізде қалай жұмыс істеп жатқанын тыңдап отыру да бір бақыт қой. Өзіңізге рахмет айтыңыз, денеңізді сізге күнде керемет нәрселер істеп жүргеніне, күнде оянып жүргеніңізге, күнде жұмыс жасап жүргеніңізге, бұл қол аяқтарыңызбен. Соған да рахмет айтып, 15 минут отыра тұрсаңыз болады. Мен күнде таңертеңгісін немесе кешке медитация жасауға кеңес беремін. Бірақ егер және
медитация жасауға керек беремін мазасыздық сізді және жаман негативті ойлар алған кезде. Менде кеше мысалы сондай болды. Кеше түнде ұйықтай алмадым, жылағым келіп тұрды, бір кішкене реніш болды, бүкіл адамзатқа деп кішкене реніш болды, өйткені менде негативті көп нәрселер болып кетті. Ал бүгін медитация тыңдадым да ойладым, керемет бәрі, мен бұл негативтің бәрі тек менің ойымда, мен ол ойымды өзгерттім бүгін, және мен махаббатқа толымын, және міне шығып тұр медитацияның көмегі. Өткен таңертең медитация жасап, ал қазір ютубқа уже видео түсіріп жатырмын. Алдында ютубқа видео түсіруге ерініп жүрегім, ренжіп, ой ешкімге қызық емес деп. Бірақ қызық емес болса бола берсін, маған қызық болды, мен бақыт алдым бұл видеодан. Сізде бұл видеодан қызықты мәлімет алды деп үміттенемін. Лайк басып, подписка жасап қойыңыздар, маған ол көмек. Үлкен достарыңызбен бөлісіңіздер, мүмкін медитация іздеп жүрген достарыңыз бар шығар. Көп рахмет мені тыңдағандарыңызға, медитацияларыңызға сәттілік тіледім бәріңізге. Менің, кстати, мен қолымды осылай істеймін ғой, сонда маған ұрсады, немене басқа діннің қызысың ба, не осылай істейсің деп. Просто қолымды осылай істеген маған айтты, шынымды айтсам бар ғой, былай, немесе былай. Гимнастика жасап, мен медитацияда гимнастика жасап кетемін, шын мәнінде. Солай өзіңіздің қолыңыз, денеңіз қалай істегіңіз келеді, солай істей беріңіз. Сіз деген оны дін деп қабылдамайсыз ғой, әрине. Сіз деген оны жай ғана гимнастика немесе жай ғана практика деп қабылдайсыз. Болды. Сол ең бастысы. Өзіңіздің ішіңізде тазалық, ол ең бастысы, ойыңыздағы тазалық. Сау болыңыздар, көріскенше келесі видеода.